Бүгінгі саннан көретіндеріңіз, Назарбаевтың немере інісі Самат Әбіштің шартты жазаға кесілуімен Назарбаев кланының соңғы лимиті бітті. Кезек Әлия Назарбаеваға жеткен сияқты. Жақында оған қылмыстық іс қозғалғалы тұр. Бәрекелді. Сложно, да. Спасибо. Айгөркемнің ісі бойынша күдікті деп танылған Арман Жұман 7 жылға сотталды. Жұман Арманда 7 жылға сотталды. Батыс Қазақстан облысы бойынша ветеринарлық бақылау комитетінің басшысы Марат Утаралиев қарапайым қазақтарды менсінбейді екен. Вы что допускаете? Кого допускаете? Его, что он ко мне пристает? Я не знаю, вы же. Чего вы пришли? Мақтарал ауданындағы бір мектептің ұстазы оқушылардың сыныпта ұлттық киіммен отыруына қарсылық танытқан. Мен сізге айтып жатырмын ғой, қазір ораза, ұрыспай қояйық, қамаратай. Ассалаумағалейкум, қасқыр мінез қазағым. Кеше бір досым сұрап еді, осы Назарбаев точно тірі ме, өліп қалған жоқ па деп. Сондағы айтқаным, ондай күнәһар адамдарды Алла қасына алғысы келмейді. Сондықтан олар ұзақ өмір сүреді. Так что оның ажалын жап-жас мына бізде көрмей кетуіміз мүмкін деп едім. Айтқаным шын екен. Бүгін ғана Нашарбаевтың ұлы Тауман мен Абу-Даби қаласында бірге түскен фотосы жылт ете қалғаны бар емес пе? Көрдіңіздер ме? Байқасаңыздар, өлемін деп тұрған Нұрсұлтан жоқ, езуінде күлкі жадырап, жайнап тұр. Десе де бұл қуаныш ұзаққа созылмас. Себебі Назарбаевтың немере інісі Ұлттық қауіпсіздік комитеті генералы Самат Әбіштің шартты жазаға кесілуімен Назарбаев кланының соңғы лимиті аяқталды. Өз кезегінде бұл күзге дейін Әлия Назарбаеваға қатысты қылмыстық іс тұсауының ағытылуына әкелуі мүмкін. Сложно, да. Спасибо. Самат Әбіш Абылай хан дәуірінен бері қазақ тарихында 8 жылға шартты жазаға кесілген тұңғыш адам. Ол үшін қылмыстық кодекстің барлық коллизиялары пайдаланылды. Бір қуантатыны, Самат Әбіш 8 жыл бойы Қазақстан аумағынан кете алмайды және үздіксіз пробациялық бақылауда болмақ. Оған қоса бұның шартты жазамен құтылуы кланның қалған мүшелері үшін жағдайды қиындататыны сөзсіз. Бұл сөзімнің айғағын осы күзде Әлияға қатысты ірі сот процестері басталғанда көре жатарсыздар. Бұдан кейін шартты жаза деген мүлдем болмайтын сияқты. Ал енді сіздерден сұрайыншы, Саматтың жазасы бойынша Назарбаев пен Тоқаевтың арасында қандай да бір келісім болды ма? Әлде сот өз бетінше осындай үкім шығарды ма? Қалай ойлайсыздар? Төменде пікір жазып кетіңіздер. Мен оқимын. Сот демекші Айгөркемнің ісі бойынша күдікті деп танылған Арман Жұманға қатысты сот үкімі шықты. Үкім бойынша Арман Жұман лауазымын асыра пайдаланды деп айыпталып 7 жылға сотталды. Жұман Арманда 7 жылға сотталды по превышению власти. И частное определение в адрес Министерства обороны по командованию части дейді. Сондайға шығарды. Сот дерегіне сәйкес Арман Жұман блокпостқа жақындаған көлікке оқ ату туралы заңсыз бұйрық берген. Соның салдарынан көлікте болған Айгөркем Мелдехан көз жұмған еді. Естеріңізге сала кетейін. Бұған дейін Арман Жұман сот шешімімен ақталып шығып, артынша прокурорлар апелляциялық шағым түсіріп, осы жолы жеңіп отыр. Кейбір қазақтар сотталған Арман Жұманды ақтап және жақтап әлек. Олардың пайымдауынша Айдос Мелдехан бала шағасымен коменданттық уақытта заңсыз көшеге шыққан. Айгөркемнің өліміне бұйрықты орындаған Арманды емес, қыздарының басын қатерге тіккен Айдосты кінәлау керек дейді. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Қасқыр мінез қазағым. Сот әділ үкім шығарды ма, әлде жоқ па? Пікір жазуды ұмытпаңыздар. Мен оқимын. Шенеунік деген кім? Шенеунік деген жұрт жалдаған жұмысшы. Бұл арамтамақтар сіз бен біздің төлеген салығымыздан жалақы алып отыр. Сол себепті олар бізбен санасуға және бізге есеп беруге міндетті. Солай емес пе? Алайда Батыс Қазақстан облысы бойынша ветеринарлық бақылау комитетінің басшысы Марат Утаралиев мұнымен келіспейтін көрінеді. Тіпті қабылдауға келген қарапайым қазақтарды күзетшінің күшімен кабинетінен қуып шығатын әдеті бар екен. Руку уберите, руку уберите. Руку уберите. Пошли поговорим там. Вы кто такой? Пошли, говорю, поговорим. Дайте я поговорю с человеком. Вы что делаете? Мы сейчас с вами будем разговаривать.
Вы что допускаете? Кого допускаете? Его, что он ко мне пристает? Я не знаю, вы же. Чего вы пришли? Нет, вы... Вы зачем сюда пришли? не платили же. У кого? Хорошо, не просите. У меня? Что спросить? Ты сказал, туалет зайдешь, я сказал, начальник всех проведения. Ну, я зашел, девушка говорит, что вот здесь придет. Вот начальник пришел к нему, я со своим Вы ответом не к ушел. нему сказали. Какая разница? Вы что, здесь запрет, что ли, или что, ко мне пришел? Запрет, конечно. Где? Кто поставил? Я там покажу, пошли. Руку берите вообще. Руку берите. Ты что, постоянно сказал? Руку берите. Я отвечай, объясни, Руку берите. объясни, пошли. Смотрите, что творится в этом управлении ветеринарной Нет, инспекции пошли. Западной Казахстанской области. Руководитель внимания не обращает. Хотя договор вы с ним заключили договор? С этим охранником вы заключили? Я хочу ответ узнать. 3 часа подойдете. А вы сейчас что, заняты? Да, я занят. Что, чем заняты? Работаем. А я что, граждан к вам приходит, что, по личным вопросам? часов Я уже. приехал с Даринска сюда, Я у понимаю. вас обед во сколько заканчивается? В 3 часа вам скажем. Марат, картопты жарат, я твой фанат десең е. Жалпы Өтөрәлиевтің бұл әрекетінен Қазақстан шенеуніктерінің шынайы бейнесін айқын байқауға болады. Барлық шенеуніктер осындай ғой, қатайып қалған. Дәл осы саннан кейін Маратқа қатысты қандай да бір шаралар қолданылады деп сенемін. Ой, бұл бастық бұлай тұрсын. Қазіргі мектептегі қарапайым мұғалімдер де дух жинап алған ғой. Оған мысал Мақтаарал ауданындағы оқу ошақтарының бірінде болған сұмдық оқиға. Жаңа жоғарыда айтқандай Түркістан облысында мұғалімдер оқушылардың көзінше айғай-шу шығарған. Жанжал Мақтаарал ауданындағы білім ошағында орын алып отыр. Дау-дамай оқушылардың сабаққа ұлттық киім киіп келгенінен басталған. Педагогтар өз араларындағы түсініспеушілікті шәкірттерінің алдында ұрыс керіс арқылы шешпекші болып ұятқа қалды. Шынымен де ұят нәрсе. Қараңыздаршы. Болды, тиіспек қойшы оқушыларға. Мақұл ма? Шешпеңдер, тыныш отыра беріңдер. Мен әкіп беремін. Сізге сол жаныңызға тиіп атқан болса, мен әкіп беремін соны. Оқушыларға қысым жасай бермеңіз, апай. Түсініңіз ғой, мен сізге қазір айтып тұрмын да, неғып мәмілеге тегі кимейсіз, апай. Мен сізге айтып жатырмын ғой, қазір ораза, ұрыспай қояйық, Тамара апай. Мен сізге айтып жатырмын. Тәрбиесіне орынбасармын. Міне, сабаққа кіргізіп отыр, оқушыларды жекетін шештеп, киіп алыңдар бәрін жекеттеріңіз. Аналарын қаншама теңге береді ме сіздерге? Киіп беріңіздер. Қазір мереке, наурыз мерекесі. Мінекей осындай міне, қызымен анасы. Аталған жағдайға қатысты Түркістан облысының білім басқармасы комиссия құрып тексерісті бастап кетті. Касательно ситуации в Мақтааральском районе Түркістанской области, в настоящее время создана специальная комиссия в составе представителей управления образования и департамента по обеспечению качества в сфере образования Түркістанской области для всестороннего изучения произошедшей ситуации. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры в рамках действующего законодательства Республики Казахстан. Жоқ, ұлттық киімге қарсы болып отырған басқа ұлт өкілі емес, өзіміздің қазағымыз ғой. Жаныма батқаны да осы. Сондықтан мұндай ұстазсымақ мектеп қабырғасында білім бермек түгілі ұстаз деген аттан садаға кетсін. Және бұл жағдайдың немен аяқталғанын күтейік. Сіздерге хабар беріп отырамын. Бүгінгі айтарым осы, қасқыр мінез қазағым. Қасқырмыз, осыны ұмытпаңыздар.